Саламатсызбы оқушылар? Саламатсыздар. Ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Көңіл күйлерің қалай, жақсы ма? Жақсы. Ендеше бүгін ең алдымен 5 ережесін бастайықшы. Қандай? Өте жақсы. Ендеше оқушылар бүгінгі сабағымызды тыныштықпен сақтап, бір-бірімізді тыңдап, сабағымызды өз ойымызды айтып, сыйластықпен қарайық, сабақтың көңіліне келейік. Қолдарымызды партаға, өз еріктерімен тынышталды. Суасты патшалығына көші саяхат. Теңіз жағасымен келе жатқаныңызды елестетіңіз. Толқындардың жеңіл шалқынына, жағалардың шуылына құлақ түріңіз. Жалаң аяқтарыңызбен құмды сезініңіз. Шалғайдан қара нүкте көріп тұрсыз. Ол жақындағы кезде дельфин екенін түсіндіңіз. Ол сізді теңіз түбіне алып кету үшін келді. Ол өте әдепті, жәндік. Сіз шыдамдылықпен күтті. Жайлап оның арқасына отырыңыз. Оқтап ұстап жолға шығыңыз. Дельфиннің арқасында жайланып отырыңыз. Өзіңізді қауіпсіз сезіну су астынан жүзу қандай керемет. Жан-жағыңызға қараңыз. Онда кемпір қосаяқ тәрізді арлы-берлі жарқырай қалқыған әсем балықтар бар. Теңіз түбіне бойлаған сайын айнала қалайша өзгереді. Суда тербелген қаншама ғажайып балдырлар. Қараңызшы, қандай орасан зор балықтар. Ал енді анау жаққа көз тастаңыз. Ол орасан зор сегіз аяқ. Су асты неткен қызықты әрі ғажап әлем. Сіз бір нәрсені байқадыңыз ба? Мұнда кеткен тұңғиық, толық тыныштық. Осы тыныштық күйде болыңыз. Ал қазір жоғарыға әлеміңізбен кері қайтуға дайындалыңыз. Айналаға жіті қараңыз. Ғажап түстерге бір рет қараңыз және тыныштыққа құлақ түріңіз. Осындай тыныштық сізге самалдай әсер береді. Дельфин кері қарай жолға шықты. Сіз су бетіне шықтыңыз. Жағаға жақындаңыз. Дельфиннің арқасына түсіңіз. Оны сипалаңыз. Және осындай ғажапқа саяхатқа апарған үшін ризашылық білдіріңіз. Және көзіңізді ашайық. Көңіл күйлеріңіз жақсы ма бәрінің? Ендеше ары біз үй жұмыстан бастап үйге оқушылар Өтебай Тұрманжановтың туған өлкенің әңгімесін әндерлеп оқуға бердім. Соны кім оқиды? Өтебай Тұрманжанов, туған өлке. Көгінде гүл нұрын төккен, жерінде гүл жолбарыс тіккен. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістен қаласы бар. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Түлкі өскен алуан-алуан, төс алқабы молға толған. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Ер еңбегі шалқып тасқан, ер еркінде бақыт тапқан. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Жақсы жарайсың. Ағай, оқытып оқиық. Туған өлкем, өтебай Тұрманжанов, көгінде гүл нұрын төккен, жерінде гүл жолбарыс тіккен. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістен қаласы бар. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Түлігі өскен алуан-алуан, төс алқабы молға толған. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Ер еңбегі шалқып тасқан, ел еркінде бақыт тапқан. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Өтебай Тұрманжанов, туған өлкем. Көгінде күннің төккен, жерінде гүл жолбарыс тіккен. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістен қаласы бар. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Түлігі өскен алуан-алуан, төс алқабы молға толған. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Ер еңбегі шалқып тасқан, ер еркінде бақыт тапқан. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Өте жақсы жарайсыңдар. Оқиық. Өтебай Тұрманжанов, туған өлкем.
жас оқушылар өте жақсы ары қарай жалғастырайық. Жалпы туған өлкем деген не туралы айтады ғой? туған жер, туған жердің әдемілігі, Өте жақсы. өзінің сағынышы, өзінің туған жердің туралысын, жерін, сұлулығын сағынғандықтан жатқан. Өте дұрыс. Жалпы оқушылар туған жері, адам туған жерін не үшін аңсап тұрады, не үшін сағынады? Себебі олар сол жерден бала кезінен бері өсіп шыққандықтан сол адамдар сағынады, өзінің туған жерін балалық шағын. Өте жақсы. Тағы да көп береді. Мәселелерімізді ашайық. Бүгінгі күн жазайық. Бүгін 5-ші мамыр. Тақырып туған жердің мәселелігі. Бүгін 2-ші сағаты. Жазамындар. Жас оқушылар бүгінгі тақырыпты жазып болса, дәйек сөзді оқиын, содан кейін сіздер қайталаңыздар. Туған жерге туыңды тік. Жақсы. Жалпы оқушылар туған жер дегенде көз алдарымен не елестейді маған? Бердіші. Туған жер дегенде көз алдарымен. Мен туған жерім суы мөлдір, жағасы әдемі, бізде деген саябақ бар ше, солар өте әдемі, ағаштардан алма, жемістер өседі, әр үйдің шаруаны көрсең болды, ағаштармен өсімдіктердің әдемілігін көресің, әр үйде жануарлар бағады, мал, сиыр деген. Дұрыс, өзіміздің ауылдың табиғатын ерекше, иә? Жақсы оқушылар. Енді жас оқушылар, мен сіздерге бейнеролик дайындап қойдым. Сол бейнероликті көрейік, сосын сол бойынша сұрақ дайындайық. Туған жердің жарық күнінен алысқа қарайсың. Туған ел, бұл кішкентай үйдің табалдырығынан басталады. Содан шексіз қияға өрген кете барады. Оның жұпар атқан жусаны, оның жүректей болып желген бүкілде соққан гүлдері, оның кеудеме құйылған мөлдір ауасы, жотаға өрлеген жалғыз аяқ жолдары, осының бәрі сенің туған еліңді құрайды. Туған жерсіз адамның күні жоқ. Алыс кетсең, өз үйіңнің мұржасына дейін сағынасың. Туған жерің үстіңе енеді. Алыстан сені қол бұлғап шақырады. Туған ел мағынасы тереңде жатыр. Балғын көзінде түнде жарқырап тұрған жұлдыздар сенің көздерің секілді. Сен сол туған жердің аспанымен тыныстайсың. Туған жердің жарық күнінен алысқа қарайсың. Туған ел, бұл кішкентай үйдің табалдырығынан басталады. Содан шексіз қияға өрлеп кете барады. Оның жұпар атқан жусаны, оның жүректей болып желген бүкілде соққан гүлдері, оның кеудеме құйылған мөлдір ауасы, жотаға өрлеген жалғыз аяқ жолдары, осының бәрі сенің туған еліңді құрайды. Туған жерсіз адамның күні жоқ. Алыс кетсең, өз үйіңнің мұржасына дейін сағынасың. Туған жерің үстіңе енеді. Алыстан сені қол бұлғап шақырады. Туған ел мағынасы тереңде жатыр. Балғын балалық шақ. Күлдір кісінеп айнала шапқылаған ала аяқты құлыншақ. Сәуірде бүршік атқан қылқиып күн көзінен көрінген балаушақ көк шөп. Өзен үстінде үйіріп ұшқан шағалар, кемеріне жайлап соққан көгілдір көл, күннің қызғылт шапағына бөленген үйлер, осының бәрі тұтас тұрған туған ел. Ал енді ананың бесікте жатқан әлдия, әженің тамыршыда төккен тамаша әзілдері, туғандарының
мейірбанда күлкілері, жеңгелерінің тәтті әзілдері, осының бәрі туған елінің керемет сипаттары. Туған елдің тілі барша жанға түсінікті. Осы мәтін бойынша берілген сұрақты мұқият тыңдап, сұраққа дұрыс жауап береді деп сендерге сенемін, балалар. Олай болса, бірнеше сұрақтарды қояйын. бейнебекті құрып иә, жалпы бұл жерде туған жер туралы айтылған. Ендеше өзіндегі кішкене қысқаша болса да туған жер туралы айтып кетейін. Туған жер ол сенің жаңағы дүниеге есік ашқан жеріңнің бірі. Бұл жерде жаңағы таза ауасы да, суы да жаңағы бөлек. Туған жеріңнен ешқандай жер жетпейді екен. Сен қанша алыста жүрсең де, қанша мысалы шетелдерге, мысалы басқа қалаларға барсаң да, туған жеріңе ештеңе жетпейді екен. Өйткені сен туған жеріңде ойнап жүрген кезің, кіндік тамған кезің бар. Өзің туған жер туралы бір бөлшегендігіңді қалай түсіндіріп бере аласың? Туған жер біздің туған жеріміз. Туған жерде біз өскен. Туған жер біздің үйіміз. Туған жерде біздің отбасымыз, жақындарымыз, достарымыз тұрады. Туған жер бұл біздің туған жеріміз. Қазақтар не айтады? Туған жеріміз өте байтақ жер. Туған жер бір жаққа кетсең есіңе түсіп Жақсы. әрбір шаңғы Жалпы, жақсы оқиғаны ойыңды түсінікті. Жалпы оқушы алыста жүргенде, мысалы айтады ғой, алыста жүріп туған жеріңе келсең, сағыныш мекенесіне, өз үйім, төсегім деген сөз бар қазақта. Қанша жерде барсаң да, бір туған жеріңе жетпейді деген. Не қаусан айтасың ба? Айтамын. туған жеріміз өзіміздің туған жеріміз. Оны әр адам өзінікін қорғай білу керек. Туған жерді біз өзіміз қорғағаннан кейін өзіміздің ұрпақтарымызға қалдырып кетеміз. Яғни ата-бабалардан келе жатқан Ал туған жердің бір бөлігі дегеніміз, себебі ол жерде біз туып, ол жерде өсіп жатырмыз, ол жерде отбасымыз бар. Туған жер біздің екінші анамыздай болып көрінеді. Туған жер екінші анамыздай. Өте жақсы, жас оқушы ағайын біздер жаңашыл жұмысқа көшейік. Жаңашыл жұмыста мен сіздерге жүйені айналып бердім. Біреу сөз жолға, екіншісі вирус. Яғни мен бір топқа сөз жолға біреу шешесіне аралас орта топпен және сендерге қаланы бастады. Алтын бесік. Апай, ағай, туған жер алтын бесік. Бесік. Туған жер алтын бесігіне өте жақсы.
Біріншісі Қазақстан, екіншісі Атырау, үшіншісі Қызылорда, төртіншісі Алматы, бесіншісі Талдықорған, алтыншысы Семей, жетіншісі Ақтау, сегізіншісі Ақтөбе, соңғысы Шымкент. Яғни бұл Қазақстанның Қалалары. қалалары